Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Яғни бүлдіргеннен ежевейкадан балмұздақ жасайтын боламыз. Ең тәтті, ең керемет мороженое. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте керемет жасалады және оңай жасалады. Қараңыздаршы қандай керемет. Түсі қандай әдемі. Балаларым бір 20 минуттың ішінде жоқ болды ғой, жоқ. Қанша мороженое жасадым, барлығын 20 минуттың ішінде жоқ болды. Енді бізге тек қана керегі 2 банан және ежевейка, яғни бүлдірген. Қараңыздар, бананды ұсақтап осылай турап алдым да жекшелеп бәрін тақтайшаға қойып, пищевой пленканың үстіне және барлығын қойып шықтым қатарынан. Үстін пищевой пленкамен жауып қоясыздар. Жауып қойғаннан кейін оны жақсылап жан-жағын жауып, осылай морозильникке 3-4 сағатқа салып қоясыздар. Әбден қатқаннан кейін алып шығасыздар. Қараңыздар, мен алып шықтым. Әбден қатты бананымыз. Енді өте салқын, дәмді болып шығады. Керемет болып. Осылай барлығын салып шығамыз. Жартысы қалды, көп тұрсыздар. Мен жететінде жасап жатырмын. Ішіне бал қосасыздар, бүлдірген қосасыздар. Бүлдірген, жеміс-жидек қосқанда міндетті түрде бал қосыңыздар. Сгущенка қосудың қажеті жоқ жеміс-жидекке. Яғни клубникадан жасасаңыздар да, тек қана балдан жасаңыздар. Осылай бір қасық балды қосып жібереміз. Менің балым ең керемет натуральный бал, Башкириядан алдыртқаным. Осындай бүлдірген, көріп тұрғандарыңыздай жаздай теріп, мен морозильникке қатырып қоямын бүлдіргендерді. Қыстай өзім қолдан жасап беріп тұрам мороженеді. Балаларыма ішіне кішкене сүт құйдым. Енді осылай блендеріміздің қақпағын жауып айналдырамыз. Керемет, дәмді болып шығады. Жақсылап қоюланғанша айналдырамыз. Түсін қараңыздар, қандай керемет, ерекше. Қараңыздар, осындай қоюланды. Енді арнайы стаканчиктарға құйып шығамыз. Түсі деген енді қараңыздар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде жеп көріңіздер, қандай дәмді. Балаңызды қуантыңыздар. Және натуральный, барлығын өз қолдарыңызбен жасайсыздар. Осылай екеуіне толтырып шықтым. Керемет. Енді арнайы өзінің палочкаларын қыстырып қоямыз мороженені. Қараңыздар, дайын болды. Жақсылап қарап шығыздар, қандай әдемі. Керемет. Ішінде ежевейканы қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Енді морозильникке салып қоямыз. Әбден қатқаннан кейін алып шығамыз. Міне, әбден қатты балмұздағымыз. Бұны сіз суырып ала алмайсыздар, себебі алынбайды, жабысып қалған. Ол үшін бізге кесеге су құйып, жақсылап айналдырып, жат-жаттарын көп оңай алуға болады. Міне, өз формасын әдемі сақтап қалды. Қараңыздар. Ішіндегі түйіршіктерін қараңыздар, бүлдіргеннің. Қандай полезно. Балаларыңызды қуантып тұрыңыздар. Керемет. Сіз жасап көріңіздер. Екіншісін алып шықтым, қараңыздар. Балаларым асығып тұр, мама жейм деп екеуі. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.